Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Оразаларыңыз Алла қабыл етсін. Ұстаған оразаларыңыз. Мен сіздерге бүгін осындай керемет бір Аллах Тағаланың жаратылысы жайында айтайыншы дегем. Біле жүріңіздер, осылай көбелектің шығу тарихы және құрттан қалай Аллах Тағала бірден көбелекке айналдырады, және біз осы жәндіктер арқылы не өндіреді технология. Әсіресе шетелде осы құрт арқылы Индия мемлекетінде жаңағы құрт арқылы жібек маталарын, яғни шелковый дейді ғой, сондай керемет тоқылады. Аллаху акбар, Аллах ұлы. Осы көріністен кейін Аллахтың құдіреттілігіне күмән келтіре алмассыз ешқашанда. Аллах Тағаланың бүкіл әлемнің жаратылысы, қараңызшы, керемет құрттан құрт осылай Аллахтың құдіретімен әдемі жаратылыс қайта пайда бола бастайды. Ол әдемі бір көбелек пайда бола бастайды. Аллах ұлы, Аллах Тағаланың өте құдіреті шексіз жаратылыс, бүкіл әлемнің Раббысы. Қараңыздаршы, қандай әдемі көрініс. Таң қаласын. Құрттан міне әдемі керемет көбелек шықты. Көбелек пайда болды. Алланың құдіреттілігімен. Мына құртты әлемде көбелекке айналдырған секілді, Аллах Тағалам байытады баршамызды. Бай қуатты болайық, әрбір отбасыда. Алла Тағала ризық несібі мол болсын. Осындай әдемі көбелектен, құрттан пайда болған керемет технологиялардан жібек жіптерін, әдемі жәндіктерден жібек жіптерін, олардың қорегі, тұт ағаштары, жапырақтары арқылы қоректенеді. Яғни тұт ағашы ол осы жібек жіптің пайда болуына үлесі мол. Міне керемет технологиядан шыққан құрттан, яғни құртты бағып өсіріп өндірген соң осындай керемет жібек жіптер шыға бастайды. Технология өте керемет дамыған, яғни күшті.